Ассалаумағалейкум достар, бұл бізде Қазақ білсін каналы. Бүгін бізде 40-30 градус аязда спец техникаларды қалай оталдырамыз, соның ішінде экскаватор қалай жұмыс күйіне келтіреміз, сол жөнінде айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бірінші кезекте бактағы сәлеркеге қарайсыз. Ол суықта міндетті түрде қатады, сізде міндетті түрде жылтасыз. Қол жетімді болса, осылай алып, қайнатып жылтқан дұрыс деп кеңес берем. Екінші кезекте мотордың майын жылту, паяльникпен болмаса көмірдің шоғымен болса да жылтсаңыз болады. Қатты бір ыстық керек жоқ. Май жылыған күйде болса болды. Есте болатын зат, ол сіз мотордың майын жылтқан уақытта мотордың крышкасын міндетті түрде ашып қоясыз. Неге мотордың майын жылтамыз? Өйткені дизельный мотордың майы ол қыстық минус 10-15-тен төмен суыққа жарамсыз. Сол себепті міндетті түрде суықта мотордың майын жылту керек. Сақ болатын зат, қазір деген простой аппаратура, простой форсунка жоқ, бәрі электронный. Тоқтармен жылтқан уақытта міндетті түрде абайлайсыз, тоқтарды жағып алмас үшін. Үшінші кезекте фильтрлер, сәлерке келетін жолдағы сүзгілер. Оларды жылтасыз, қатты қыздырып керек жоқ. Олар пластмастан, іші қағаздан тұрады. Сол үшін жылы күйге ғана келтірсеңіз жеткілікті. Ішінде мұсыр, су болса ауыстырып тастайсыз, болмаса төгіп, қайтадан ішіне сәлерке құясыз. Осыларды жасап болғаннан кейін фаткашканы басып, қатты күйге келгенше басасыз, болмаса ауасын шығарасыз. Есте болатын зат, оталдырмас бұрын кілтті 5 минутқа, 10 минутқа ашып қоясыз. Өйткені қазіргі форсункалар бәрі электронный жылыйды. 5 минут қойсаңыз, ол өзін жылы күйге келтіреді. Жылы күйге келгеннен кейін фаткашканы бірге басып, стартқа қосасыз. Сол кезде сіздің техникаңызда осылай еркін, тез оталатын болады. Достар, өздеріңіз көргендегідей, оборот 1200-ге автоматты түрде көтеріліп кетті. Егер сізде көтерілмесе, 1000-ға 1200-ге көтеріп қойыңыз. Сол кезде сіздің техникаңыз тез жұмыс күйіне енетін болады. Рахмет достар, қазақша каналымды қолдап, қуаттап қойыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көп кісілер менде тіркелмей, жазылмай қарайды. Сіздерге жазылып кетуге сұраймын. Келесі бейнемде техниканы қалай ремонт жасаймыз, қалай үйренеміз, экскаваторды, басқа да техникаларды кімдер жүргізе алады, қыздар, жігіттер жүргізе ала ма, кімдер жүргізе алады, солардың бәрімен сіздермен бөлісетін болам. Қолдап, қуаттап қойыңыздар. Міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі бейнемді күтіңіздер. Тағы да бейнелі болады.
әр видеомды, әр бейнені сіздермен бөлісіп отыратын болам. Рахмет достар.